Грант конкурсындағы арнайы квота дегеніміз не? Грант конкурсында біз арнайы квотаны қолданамыз. Яғни арнайы квота деген бұл ерекше балаларды тәрбиелеп отқан отбасындағы түлектер, немесе түлектің өзінде арнайы көмекті талап ететін оқушылар осы квота түріне қатыса алады. Яғни ол үшін талапкердің өзі 18 жасқа толмаған болуы керек. Және ата-анадағы мүгедектік саналама? Жоқ, ата-анадағы біздегі ерекше қолдау көрсету бұл саналмайды, есептелмейді. Оқушының өзінде болу керек, немесе бауырында болуы керек. Бұл жерде балл қосылама? Балл қосылмайды. Гранттың 1%-ын осы ерекше білім беруді талап ететін, ерекше көмек көрсетуді қажет ететін асырап отқан отбасыға және сол талапкерге берілетін квотаның бір түрі болып табылады. Бұл квотаны дәлелдеу үшін, бұл мүмкіндікті пайдалану үшін міндетті түрде көк қағазды өздеріңізбен бірге грант конкурсында құжат тапсыруға барған кезде алып бару керексіздер. Осыда және тағы да басқа да квоталар жайлы білгілеріңіз келсе, маған тіркеліп кетіңіздер.